коридорда кетип бара жаткан жерде жанагы напротив келе жаткан балаларды енді мен байкаган жокмун дейт балам, өйткөнү касымда балалар менен сүйлөшүп келе жатканда бирөөнүн ыйыгы менин баламдын ыйыгына тийген. Енді нечаянда шығар деп жүріп өтіп кете бердім дейді. Видеода оның барлығы көрініп тұр. Біраз жерге кетіп қалғаннан кейін балам артынан балағат сөздер айтқан. Енді боқтық сөздер айтқанда, иығыңды жинап жүрмейсің ба деген. Сол кезде енді бұл жерде енді ол үндемей кетіп барған, боқтағаннан кейін не деп атсың деген, сонымен тоқтамай кетіп қалған. Сонымен сол жерде сөзбен ерегіскен, жүр раздевалка кіріп сөйлесейік деген ол балалар. Сонымен енді ол мен жаңағы больницада жатқан баламнан кейінгі кіші балам тоже сол мектепте оқиды. Соны ойлап жаңағы енді бір мектептің оқушысымыз ғой, төбелеспей-ақ қояйық деп кірдім дейді. Сөйлесек, сөйлесейік. Сөзге келмей бір удар басынан екінші бала, әртүрлі балалар ұрған, бір адам емес. Біреу басынан ұрған, екінші жаңағы удар жағынан кулакпен ұрғанда, үшінші удар уже тоже басқа баладан қолында мынандай темір сұр түсті браслет сияқты көрінді. Үлгергенім сол, көргенімде сол көзіме тиді деді. Жерге құлаған кезде уже көзінен қан ағып жатқан кезде дальше тепкен баламды. Қасында бір досы болды, именно соған жақын тұрған, басында арашалап тұрған. Сол досы до конца арашалап алып қала алмады, өйткені оны тағы екі бала ұстап тұрған. Сонда бас аяғы қанша бала болған, жабылған балаларды? Общий бұл жерде 4-5 бала именно сол жақтан болған. Енді бұл жерде ана қасында 3 баладай тұрған, 2 бала жаңағы досын ұстап тұрған ғой.